Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 2 бөлім 66 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Бірінші тапсырмада геометриялық фигуралар жиынына қара. Бұл жиында неше элемент бар, оларды ата. 21 элемент бар. Оның элементтерін жиындарға бөл. А. Нүктелер жиыны. Б. Сызықтар жиыны. С. Жазық фигуралары. Д. Кеңістік фигуралары. Ф. Бұрыштар жиыны. Шыққан әр жиынды ата және әріппен белгіле. А. Көк нүкте, қызыл нүкте, күлгін нүкте. Б. Түзу, қисық, тұйықталған сызықтар. С. Үшбұрыш, шаршы, дөңгелек, тіктөртбұрыш, бесбұрыш. Д. Куб, конус, пирамида, цилиндр. Ф. Тікбұрыш, сүйірбұрыш, доғалбұрыш. Екінші тапсырма. Дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтарсыз. Мынау нүкте, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық. Мен сүйір бұрыш сыздым, тұйықталмаған сызық сыздым. Үшінші тапсырма практикалық жұмыс. Партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр. Не байқадың? Мынау дөңгелек, көпбұрыш, көпбұрыштар, төртбұрыш, тіктөртбұрыш, шаршы. Төртінші есептен мысалдарды шығарамыз. Бірінші есептің жауабы 28, екінші есептің 17. Бесінші тапсырма. Есепті шығар. Мұз айдында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала жүр? Шешуі 36 қосу, жақша 36 қосу 4. Тең 36 қосу 40. Тең 76. Мұз айдында барлығы 76 бала сырғанап жүр. Алтыншы тапсырма. Дәптерге түркі сызықтарының қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгіле. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз. Неше түзу жүргізулер болды? Басы көк нүкте болатындай сәулесіз. Неше сәуле сызуға болады? Жасылда шексіз, көк шексіз. Жетінші тапсырмада фигураларды олардың қабырғаларға санына өсу реті бойынша орналастыр. Енді осы фигуралардағы әріптерін құрылған сөзді оқы. Бірінші 3 қабырғасы С, 4 қабырғасы П, 5 қабырғасы О, 6 қабырғасы Р, 7 қабырғасы Т. Бізде спорт деген сөз шықты. Осымен біз сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.